Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі өте дәмді булочка синнабонды жасайтын боламыз. Ең бірінші бізге жылы сүт қажет болады. Сүтіміз жылы болуы маңызды. Содан соң қанттың жарты бөлігін қосамыз. 100 граммнан 50 граммын сүтке қосып, қанты ерігенше жақсылап араластырып алыңыздар. Содан соң үстінен 1 шай қасық немесе 1,5 шай қасық ашытқы салатын боламыз. Ашытқының срогына қарасаңыздар болады, мерзіміне, өйткені мерзімі өтіп кеткен ашытқыдан дұрыс шықпайтын болады. Сол себепті жаңадан ашылған ашытқыны қолдануға кеңес беремін. Енді 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Енді бөлек ыдысқа 2 жұмыртқаға қалған қанттың бөлігін саламыз, яғни 50 граммын салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз біркелкі болғанша. Бізде осындай біркелкі масса болды. Енді жаңағы апарамыз дайын болды. Қараңыздар, ашытқы мерзімінен өтпеген болса, осылай күшті болып көтеріледі. Және де сіздердің булочкаларыңыз өте жұмсақ әрі тез көтерілетін болады. Міне енді осының үстінен ертілген сармайды құйып араластырамыз. Және де жаңағы қантпен араласқан жұмыртқалы массамызды салып, тағы да араластырамыз. Және де еленген ұнымызды үстінен салып, ең әуелі қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алыңыздар. Жақсылап араластырып, қолға жабысатындай өте жұмсақ қамыр дайын болады. Ұнды 500-550 грамм шамасында саласыздар. Міне бізде осындай өте жұмсақ әрі әдемі қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды көтерілгенге қалдырып қоямыз. Жарты сағат, 1 сағат шамасында көтеріліп қалады. Енді оған дейін біз ішінде салатын начинкасын дайындаймыз. Негізі синнабонға қант пен корица қосады, бірақ бізде отбасымызда ешкімге корица ұнамайды. Сол себепті корицаның орнына мен мак қостым. Егер сіздерге мак ұнамайтын болса, жай ғана қанттың өзімен жасасаңыздар да болады. Мен қантқа мак араластырып дайындап қойдым. Осы уақыт аралығында біздің қамырымыз көтеріліп қалды. Шамамен 45 минуттай тұрды менде. Енді осы қамырымызды жайып шығатын боламыз. Өте жұқа етіп жайып шығасыздар. Қамырымыз өте жұмсақ, кішкене ұн сеуіп жайып шығатын боламыз. Bir келкі, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Айтпақшы достар, қазақша каналының дамуына үлес қосып, видеома лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сізге жиі, оңай әрі өте дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Енді орташа жұқалықта жайылған қамырдың үстінде еріп тұрған бөлме температурасындағы сармайды жағып шығамыз. Ертілген сармайды қолданбаңыздар, өйткені ораған кезде кішкене еріп кетуі мүмкін, орауға ыңғайсыз болады. Сол себепті біз осылай бөлме температурасындағы сармайды жұқа етіп, біркелкі етіп жайып шығатын боламыз. Және де алдын ала жаңа дайындап қойған начинкамызды, яғни қант пен мак араластырған начинкасын ішіне барлық жерге толықтай біркелкі етіп төсеп шығатын боламыз. Жаңа айтып өткендей, тек қанттың өзін салсаңыздар да болады. Негізгі синнабонның рецептісіне бізде корица қосылады. Егер корицамен ұнататын болсаңыздар, корицамен жасасаңыздар да болады. Енді толықтай жайып алдық. Сонан соң рулет тәріздес етіп, кішкене қысыңқырап орап шығатын боламыз. Нығыздап, яғни осылай толығымен барлығын орап шығамыз. Ең соңында ашылып кетпес үшін осылай бас жағын осылай қысып жауып қойсаңыздар болады. Енді сіздерге көбекке үлкен пышақпен кессеңіздер болады. Немесе мен сияқты жіппен, қарапайым жіппен осылай қысып алсаңыздар, міне біркелкі етіп кесілетін болады. Пышақпен кішкене қиындау болады. Сол себепті жіппен кесуге кеңес беремін. Оңай әрі біркелкі болып кесіледі. Міне барлығын осындай етіп кесіп шығамыз. Оны кішкене жұқада қылмаңыздар, кішкене ұзын етіп қалың қылып қоюға да болмайды. Міне орташа етіп кесіп осылай алып шығатын боламыз. Менде дәл осы рецепт бойынша 18 дана булочки шықты. Барлығын осылай орналастырып, противенге орналастырған кезде арасын кішкене алшақтау етіп қойыңыздар. Қазір бұл көтерілген кезде бір-біріне жақындай түседі.
Енді үстін жауып жарты сағатқа қалдырып қойдым. Бізде қараңыздар уже көтеріліп кішкене жақындай бастады. Әбден көтерілгеннен кейін пешке 180 градусқа 15-20 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі. Оған дейін біз бетіне крем, яғни помадкасын дайындайтын боламыз. Бізге кремге творожный сыр қажет болады. Сливочный сырда қолдансаңыздар болады, және де бөлме температурасындағы сары май екеуін жақсылап араластырып, үстінен қант ұнтағын салсаңыздар да болады. Менде қант ұнтағы қалмағандықтан орнына кәдімгі қант салып, жақсылап араластырдым. Егер сіздерде творожный сыр болмаса, жай ғана қаймақ пен қантты араластырып қолдануға болады, сахарный пудра екеуін. Енді булочкаларымыз қараңыздар қып-қызыл күшті болып пісті. Осы ыстық күйінде бетіне помадкасын жағып шығамыз, яғни кремін жағып шығамыз. Сонда араларына кіріп, біздің креміміз еріп, одан сайын дәмді болып шығады. Міне барлығын ыстық күйде толықтай жағып шығыңыздар. Толық рецепті мен описанияға қалдырып кеттім. Описаниядан қарап жасап көріңіздер. Міне біздің осымен өте дәмді синабондарымыз дайын. Бұл булочкалардың ішінде ең дәмдісі десем де қателеспеймін. Өте жұмсақ болып шығады. Каналыма тіркеліп, пікір жазып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.